қазір ойыншықтар әлемінде жүрміз. Ойыншықтардан осы ұзақ уақыт болды. Мына лол ойыншықтары қатты сұранысқа ие болып кетті. Яғни бұның ішін ашасың ойыншықтарды. Ішін ашқан кезде осындай куклалар шығады. Бірақ бұлардың киімдері, түрлері, аяқ киімі әртүрлі болады. Яғни ашқан кезде ішінде қандай ойыншық шығатынын сен білмейсің. Ол бір кішкене құпия болады. Әртүрлі ойыншықтың түрлері, нелер көп. Ашқан кезде әртүрлі болады. Осылар өте қатты сұранысқа ие қазір сатылып жатқан. Бағасын сұрайық. Жадау шатен. 这个50块钱。 2,5 мың шамасында бағаны айтып тұр, 50 юан деп. Тағы да мынаның үшеуліктері бар мысалға. Үшеуліктері. 3个的，还有6个的。 алтауықтар да бар бізде. 有这种。 үшеуліктер, мына алтауықтар. Шоғы жайға бақ. 3个的多少钱？ 一样，3个就150，6个就300，就是这样。 Олардың яғни әрбір штугы 50 юаннан дейді. Егер де мына үшеу болса, мысалы 150 юан болады. Ал мынау алтаулық болса, яғни әрқайсысын 50-ден санайсың. Алтау болса 300 мысалы. Қытайлардың бізге айтып отқан бағасы. Бірақ біз өндірушіден бұның бағасын сұрап, жазып, сіздерге видеода көрсететін боламыз. Біздің баға мен Қытайлардың айтқан бағасының разницасын көретін боласыздар. Тағы да сұранысқа ие деген тауарлардан қазір мына нелер 3D ручкалар. Яғни қазіргі заман талабы бойынша мына ABC пластиктер ғой. ABC пластиктермен осы ручка арқылы белгілі бір фигуралар саласың. Яғни мысалға мына жерде салған көбелекті жаңа пластик арқылы мысалы көбелекті саласың, кәдімгі 3D қылып салуға болады. Бұлардың да сұранысқа ие, бұяқтың бағасы сұрақ. Жада жатен? 这个180。 180 юан шамасы дейді. Бұл жерде қалай қолдану керегін жазып қойған. Топқа қосасың, ABS пластиктер саласың, 210 градуста өзі балқытып өзі жасайды. Біздің балдарымызды жаңағындай фантазиясына ой-өрісін дамытуға өте жақсы құралдардың бірі. Сатылымда да өте жақсы. Бұл тендер дейді, көп сұраныста бар. Мысалы тендер қарап көрсеңіздер, Госсатутта осы нелер өте көп сұраныс. 3D ручкаларға кем дегенде 30-50 штуктан бар. Осыларды мысалы Қытайдан арзанырақ алып, тендерға салсаңыздар да, былайынша сатсаңыздар да несі көп, пайдасы көп сіздерге әкелер. Бұл жерде жаңа айттық қой, бағасы, бұл кісінің айтқан бағасы осы жерде айтылып жатыр. Ал біздің өзіміздің өндірушіден тікелей алатын бағамыз экранда жазылатын болады. Тағы да қарайық. Қазір сұранысқа ие болып жатқан ойыншықтар. Мынандай ойыншықтар бар. Жай ғана не? Пенопласт. Мынаның артқы құйрығын саласың, қанаттарын саласың. Осы мысалы таулы жерде немесе жазда көптеген пикниктер нелер болады. Сол кезде жақсы сатылады. Бұны сондай бір жерлерде демалыс орындарында сатсаң, бағасын өте қатты жоғарылатып сатуға болады. Яғни лақтырып ұшырасың. Суға батпайды, судың бетіне істейді. Жаңағыдай сулы жер болса, былайша лақтырып ойнауға жақсы нәрсе. Кішкентай балаларға да, үлкендерге де бағасын білейік. 你好，那个价格多少钱？那个？这个35。那我这边先的，我这边先的。350 yuan ба, 50 теңге ма сол шамада. Біздің бағамыз әрине бұл кісілерден басқаша болады. Тағы да айтамын, экранда біздің бағаны қараңыздар. Жалпы ойыншықтар осы қатты сұранысқа ие болып жатқандар. Көптеген ойыншық түрлері бар. Қалағансыздар, міне мына жерде мына ойыншықтарда қатты елде шығып жатқан ойыншықтар еді. Алып көрсетпей қойын, міне Magic Tracks, яғни өзінің жолын құрастырасың, және машиналар жүреді. Машиналар жүрген кезде мыналар жанады, и жолды сен өзің қалай құрастырсаң, солай құрастыруыңа болады. Яғни бұлай кедір бұдыр қылып, домалақ қылып құрастыр. Мысалы, мынандай бір домалақ қылып құрастырсаң, ойыншық сода бүйтіп домалап, айналып, ойнап жүре береді машина ше. Мынаның кішкентай түрлері бар, үлкен түрлері бар. Осыларды сатсаңыздар да болады. Әлі көп адамдар алып үлгерген жоқ. 跟我说它的价格吧。这大的都大的150，小的80。150 yuan дейді, мынаны ушы деді ма? Ушы болса 50 yuan дейді. Başı. Başı деді. 80 yuan екен. Başı болса 80 yuan, мына 150 yuan бағасы. Біздің баға тағы да басқаша. Өзіміздің бағамызды ұстайтын боламыз. Жалпы ойыншықтар әлемі осы. Бүгін көптеген тауарларды зерттедік, қарадық.
сіздерге көрсеттік. 就给很便宜， Осы 我真很 бірінші 便宜 ойыншықта 给， қазір сұранысқа 没 ие 给贵 ойыншықтар.，给贵的话就不是这价格了。你拿哪个？哪个玩意儿一样吗？这个好看，那个新，这个第一代，那第二代。行，我拿袋儿吧。 Тағы бір қазір сұранысқа ие ойыншықтардың бірі мына мини шарк дейді, яғни акулаларымыз. Же көрініп тұр ма? Акуланы бұны судың ішінде ойнағанға жақсы. Мына жерде суретінде көрсеткен. Біз мына жерде су болмағасын істей алмаймыз. Міне судың ішінде ойнайсың. Астында пульті бар. Пультімен акуланы былай да былай жүзгізесің. Яғни суда ойнайтын нәрсе. Мына астында пульті бар. Жақсы ойыншықтар сұранысқа ие. Бағасын білейік. 多少钱? 这个80。 80 енді 4000 теңгенің шамасы. Біздің өндірушілер қаншаға береді екенін сөйлесейік. Фингерпан. Мына ойыншықтарда қазір уже нелері жақсарып жатыр. Бұрынғы түрлерінде сатып қорабы нашар еді. Қазір сатуға яғни адамның көзі тартымды қылып жақсы шығарған қораптарын. Жаңағыдай умный не дейді ғой, маймылдар. Яғни қолыңмен саусаққа салып аласың. Сенің жаңағы үрлесең, саған жаңағыдай өзінің эффекттерінде сенің дауысыңды, үрлегеніңді, нелеріңді соған саған жауап қайтарады кері. Бұл рынокта уже бар нәрсе, бірақ әлі де сұранысқа қатты ие. Умный маймыл дейміз да, ақылды маймыл.